Сәлем математик. Бүгін біздер процент сабағына келіп тоқтадық. Осы процент сабағын тек қана математикада ғана емес, өмірде де қолдана беретін, тіпті ойша да есептеу беру керек жолдарын түсіндіретін боламын. Кеттік. Процент деген не өзі? Процент бұл бүтін санның 1/1 бөлігі. Енді анықтамасы процентті күнделікті өмірде жиі қолданады. Жеңілдіктерді есептеу, табысты пайыздық қатынаста көрсету, банктік пайыздар, статистика және тағы да басқа көптеген салаларда есептеліне қолдана береді. Енді кез келген шаманың 1/1 бөлігін 1% деп атау қабылданған. Бұл математикада. Яғни 1% деген сөз 1/1 деген сөз. Мысалы 5% дегеніміз бұл 1/5 деген сөз. Енді бұны ондық бөлшекке айналдырсақ 0,1/5 деген санды аламыз. Ал мына 1%-ті ондық бөлшекке айналдырсақ 0,1/1 деген санды аламыз. Енді 60% деген ол 100/60. Оны ондық бөлшекке айналдырсақ 0,16 деген санды аламыз. Ал жай бөлшекке айналдырсақ 5/3. 75% дегеніміз 100/75, оны ондық бөлшекке айналдырсақ 0,1/75. Енді бөлшекті процентпен жазу үшін оны 100-ге көбейтіп, оған процент белгісін тіркеп жазу керек дейді. Мысалы 0,13-ті процентпен жазу үшін оны 100-ге көбейтіп, процент белгісін тіркей қоямыз. 0,13-ті 100-ге көбейтсек 30, сонда ол 30% екен. 0,185-ті процентпен жазу үшін 100-ге көбейтіп, процентті тіркейміз. 0,185-ті 100-ге көбейтсек 85% екен. Енді берілген санның процентін табу. 80 метрдің 13%-ін табайық дейді. Қараңыздар. 13% деген сөз жаңа айтқандай 100/13. Енді осыны ондық бөлшекке айналдырсақ 0,1/13 деген санды береді. Енді осы 0,1/13-ті 80-ге көбейте саламыз. Сол кезде шығады 10,4 деген санды аламыз. Түсінікті ғой? Енді проценті бойынша санды табу бұл керісінше. Проценті бойынша санды табу үшін процентті бөлшекпен жазып, берілген санды осы бөлшекке бөлу керек дейді. Енді қараңыздар. 45%-ды 351-ге тең санды табайық дейді. 45. Бұда қараңыздар, егер бірінші проценті берілсе, онда мына санды процентке бөлу керек. Ал егер бірінші сан беріп, екінші процент берілсе, онда санды процентке көбейту керек деген сөз. Түсінікті ғой? Осыны осылай түсініп алсаңыздар, жеңіл жолы. Сонда есеп тез шығады. Енді қараңыздар, 45%-дің бөлшекпен жазып алайық. Бұл 100/45. Енді осыны ондық бөлшекпен жазсақ 0,1/45. Осыны айтады 351-ді бөлеміз 0,145-ке. Сонда 780 шығады дейді. Енді мына жерде мысалы дүкенге сатуға әкелінген көкөністің бірінші күні 35%, екінші күні 28% сатылды дейді. Үшінші күні қалған 333 килограмм сатылды дейді. Так, осы жерден тоқтайық. Бізге дүкенде барлығы неше килограмм көкөніс әкелді? Жақсы. Бірінші сөзге тоқталайық. 35%-бен бірінші күн сатылса, екінші күні 28%. Екі күнде неше килограмм сатылды? Так, 35-пен 28-ді қосамыз. Сол кезде бұл 63%. Екі күнде 63% сатылып кетті. Ал барлығы 100% емес пе? Сонда 100%-дан 63%-ды азайтамыз. Бұл 37%. 37% бұл үшінші күні. Қалғаны 37%. Сонда мен теңестірем. 37%-ы 333 килограмм болса, мен осы бар ғой. Енді айтсам күлетін шығарсыздар, мен 3 деген санды сала алмаймын. Салу қиын, маған 3 деген санды бар ғой. Сондай бір өзімнің нем бар. Детский травма дейм ма, білмеймін. Ал 100%-ы x. Бізге табу керек 100%-ы. X тең болады 100-бен 333-ті көбейтеміз. Сосын бөлеміз 37-ге. Сонда біз шығады 900. Сонда общий
900 килограмм көкөніс әкелген екен. Түсінікті ғой, иә? Енді осы процентке мен мысал келтірейін. Процентті манағы 8000 деген сан болсын. 8000 санының 30%-ін тап деседі. Так, бұны мен манағы үйреткенім бойынша, бірінші жол бойынша былай болады. 30% дегеніміз бұл 100-ден 30 дедім ғой, иә? Осыны ондық бөлшекке айналдырсақ 0,3 болады. Сонда 8000-ді көбейтеміз 0,3-ке. Сонда бұл шығады 2400. Енді қараңыздар, мынау негізі маған, мен өзіме деп айтайыншы, өзіме мына жол маған ұнамайды. Тем более мен бұны қиынсынан бар ғой. Маған мына жол ұнайды, айтайын ба? 8000-ның 30%-ын тап дейді. Я? Мен оны былай ойлаймын. 8000-ның бірінші 10%-ын ойлап аламын. 8000-ның 10%-і ол 800. Сенбесеңіздер калькулятормен есептеп қараңыздар, иә? Немесе мына 10% 0,1 ғой. Қараңыздар. 10%-ті мен санмен жазсам 0,1. Енді 0,1-дің ережесі бойынша 0,1-ді санға көбейтсек, ол 1 нөлді шегеріп тастайды деген ереже бар, иә? Сонда бұл 800 болады. 8000-ның 10%-і 800. Мысалы 350-дің 10%-і 35. Сол сияқты 20-ның 10%-і 2. 40-тың 10%-і 4. Немесе 400-дің 10%-і 40 деген сияқты. Не байқадыңыздар? Бір санды 10%-ке, бір санның 10%-і оның бір нөлін шегіп тастап отырады. Соны түсініп алыңыздар, миларыңызды жаттап алыңыздар. Енді мен бүйтем. 8000-ның 30%-ын тап деп тұр маған. Мен бірінші ойлаймын. 8000-ның 10%-і 800. Ал 30% тап десе, мен оны просто 3-ке көбейте салам. 800-ді 3-ке көбейте салам. Сонда ол миымда 2400 деген жауап келеді. Түсінікті ғой да? Мысалы, тағы да бір мысал. 350-дің 40%-ын тап дейді. Окей. 350-дің 10%-і 35. 35-ті мен енді 40% деп тұрма, 4-ке көбейте салам. 35-ті 4-ке көбейтсек, так, 140 па? Я, 140. Келесі, 20-ның 70% olsun. Давайте. 70%. 20-ның 10%-ы 2. 2-ні мен 7-ге көбейте салам. Сонда ол 14 деген жауап болады. 40-тың 40%. 40-тың давайте 20% olsun. 20%. 40-тың 10%-ы 4. 4-ті 2-ге көбейтем 8. Сонда 40-тың 20%-ы 8. 400-дің 50% olsun. Осы 50% мен қазір түсіндіріп. 400-дің 50%-ы 40-тың 10%-ы 40. 400-дің 10%-ы 40. 40-ті 5-ке көбейтем 200. Енді қараңыздар. Егер 50% десе, онда бұны кез келген сан 2-ге бөлесіздер. Егер 25% десе, онда оны 4-ке бөлесіздер. Болды. Мысалы, 50-дің 50%. 50-дің 50%-ы 50-ді 2-ке бөле салам 25. Мысалы 40-тың 25%. 40-ты 4-ке бөле салам, сонда ол 10 болады. Түсінікті ғой, иә? Енді қараңыздар. Мен манағы артында 0 бар сандарды жазып отырмын ғой. Егер мына процентке де артында 0 бар проценттерді алып отырмын. Енді өмір бақи бұл 10%, 20% келе бермейді. Мысалы 16% мүмкін, немесе 13%, немесе 37%, 71%, сондай пайыздар болып қалса. Және де мына сандар 350 емес, ол 35 болса, 2 болса мысалға.
мысалы 51 болса, енді сол жағдайды қарастырамыз. Енді мен мынаны не үшін түсіндіріп жатырмын? Бұл nt-да калькулятор береді. Сіздер просто 350 көбейту 10% деп баса саласыздар, иә. Егер өмірде мысалы сізді сынайтын бір ағайыныңыз, достарыңыз болып қалады, я болмаса бір жерде тұрасыздар да процентін есептеу керек болады, калькулятор шығаруға ерінесіздер, сол кезде ойша есептеу керек болып қалады. В общем, ойша есептеу керек болған жағдайда осыны қолданасыздар. Мен осыны үйренгелі вообще калькулятор ашпаймын процент үшін. Ойша тек ойланамын да, ойша есептеп жіберемін де, осы процент, осындай сан деп айта саламын. Енді мына жазып алыңыздар, мен мынаны өшірейін қазір. Енді қиындатайық кішкене. Так, қарап астына. Так, манағыдай біреуін мына жерге бақырайтын мысал жазып қояйын. 80-нің 30%, 80-нің 10%, 8, 8-ді 3-ке көбейтеміз, 24. Егер 72 болса, 72-нің 40% болсын. Так, 72-нің 10%, 7,2. Осыны түсіңіздер. Сонда 80-нің 10% деп тұрғанымыз 8 болады, иә. Өйткені бір өтір жылжытады 10%. 72-нің 10% деп тұрғанымыз 7,2 болады. 105-тің 10% деп тұрғанымыз 10,5 болады. Сонда бір өтірді жылжытып тұр, көріп тұрсыздар ма? Былай. Мысалға, енді мына жерге өтір қойылмайды, мен просто айтып отқанмын сіздерге. Мысалы, 32-нің 10% десе, онда бұл 3,2. 1865-тің 10% десе, онда бұл 186,5 болады. Түсінікті, ода 10% деген бір өтір кейін қарай жылжытып отыратын нәрсе. Енді 72-нің 10% 7,2. 7,2-ні мен 4,4-ке көбейте салам. 7,2-ні 4-ке көбейтсем 8, 288 болды. Жоқ, 288 жоқ, 228 жазған алайық. Осылай, тағы бір мысал, 315-тің 20% болсын. 315-тің 10% 31,5, оны 2-ке көбейте саламыз, 20% деп тұрасын. Онда ол 0 бір ойда, так, 2, 3 болады. Сосын, мынау 6 болады. Өтірімді түседі, сонда 63 болады. Так, енді калькулятормен тексере салайын. Так, 315-тің 20% 63. 315-тің 20% 63. Осылай ойша шығара беру болады. Енді мына проценттер постоянно бізге 20, 40, 30 деп келе бермейді. Енді қиындатайық. Мен жазайын 65 болсын, көбейтеміз. Мынаны 14% деп алайын. Так, 65-тің 10% 6,5. Сосын 14% дегеніміз 1,4-ке көбейт деген сөз. Болды. 6,5 пен 1,4-ті көбейтеміз. Енді осыны сәл енді ойшаға келмейді да енді. Бұлай енді немен қағазбен ручка керек болады енді. Калькулятор болмаса деп айтып отқан. Калькулятор болмайтын жағдайда осылай 4 пен 5-ті көбейтеміз. Так, бетен 1,4 0, 2 ойда 24, 26, 5, 6, 1, 8, 9. Өтір мұнда түседі. 9,1. Так, мен өшіптен. Енді калькулятормен тексерейік. Дұрыс шығардық па? Так, 65-тің 14%. 9,1. Главное, бұл жерде сендер түсіну керексіңдер есептің оңай шығару жолын. Кеттік тағы да. 72-нің
23%. 72-ның 10%, 7,2. 23 деп тұрса, оны 2,3-ке көбейте саламыз. Болды, осылай. Енді бұл калькулятор жоқ кезде сіздер ойлап жатқан шығарсыздар, ой, калькуляторын баса саламыз ғой, не айтып отырсың деген сияқты. Бірақ бұл калькулятор жоқ кездегі нәрсені түсіндіріп жатырмын. Енді давай жеңілдетейік кішкене есеп шығару үшін. 91-дің 60%. 91-ның 10%, 9,1, оны 6-ға көбейтеміз. Ойша 6, 54,6. Сонда 91-ның 60%, 54,6. Так, енді осы бүгінгі сабағымыз осымен аяқталады. Осыны түсініп алыңыздар, тереңірек, әбден миға сіңіріп, бұл сабақты 2 рет қараңыздар, даже түсінбесеңіздер, осыны түсініп алсаңыздар, алда уақытта есеп шығарған кезде болды. Ойша да есеп шаша береміз. Түсінікті ғой, иә? Ендеше келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.